жаңа туған құлынның таңдайында немесе тілінің астында біреулер сағыз дейді, біреулер емдік тас дейді, тағы біреулер сорма деп атайтын зат болады. Сол сағыз секілді сорма затты бала көтермей жүрген әйелдер жылы шаймен қосып ішсе, сәбилі болғанға көмектеседі. Алайда ол затты құлын енесін ембей тұрып таңдайынан алу қажет. Биені еміп қойса, сағыз секілді зат уызбен бірге арғы шекке кетіп қалады, қорытылып кетеді. Соған байланысты құлын аяқтанып ауызданбай тұрып алып үлгеру қажет. Сол сағыз сорма зат алынған соң құлын өсіп кейін бие немесе айғыр болған кезде бедеу болады деген сөзді 3-4 адамнан жуырда естідім. Бұған дейін мен ол құлынның аузынан алынатын затты көрмек тұрмағалы естімегенмін. Ол бала көтере алмай жүрген әйелдерге емдік қасиеті бар дегенге таң қалдым. Ауылдың үлкендерінен сұрап көріп едім, ондайды естіп көрген емеспіз деді. Осы емдік қасиеті бар құлынның аузындағы сағыз жайлы көрген, естіп білгендеріңіз болса, рас па немесе өтірік па, жазып кетсеңіздер. Естімеген елде көп.